Сәлем достар, менің есімім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімімін. Бүгін біз сіздермен әртүрлі отынның түрлерімен танысып, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін салыстырамыз. Сонымен, біздің Қазақстан Республикасында отын энергетикасы жақсы дамып жатыр. Отын энергетикасын біз екіге бөлетін болсақ, ол дәстүрлі, оған тас көмір, мұнай және газ жататын болса, және альтернативті бұл сутектік немесе күн жел энергетикасын жатқызуға болады. Солардың біз қазір артықшылықтарын қарасақ. Ең бірінші тас көмір. Ең біріншіден біз барлығын экологиялық тұрғыдан салыстыратын болсақ, экологиялық тұрғыдан тас көмір өте зиян, өйткені онда тас көмірдің жанғанында өте көп мөлшерде көмірқышқыл газы және басқа да газдар пайда болады. Мұнай экологиялық зияны бар, газдың салыстырмалы түрде экологиялық зияны төмен. Атомдық энергетика зиян, алайда ескере кететін жай, бұл газ, мұнай және тас көмір энергетикасымен салыстырғанда адам өлімі бойынша өте төменгі деңгейді көрсетеді. Яғни жылына есептейтін болсақ, шамамен атом энергетикасынан бір адам ғана қайтыс болса, тас көмір, мұнай, газдан 10 мың адамға дейін қайтыс болады екен. Сонда зияндығы 10 мың есе төмен. Сутектік экологиялық таза, яғни ондағы өнім тек қана су түзіледі. Күн энергетикалық таза, жел энергетикасы экологиялық таза, алайда құстарға кедергісін тигізеді екен. Егер де оның сарқылатын, сарқылмайтынын салыстыратын болсақ, тас көмір ол жердің астынан қазып алынатын болғандықтан ол сарқылады. Мұнай да сарқылады, газ да сарқылатын ресурсқа жатады, атом энергетикасы сарқылады, сутектік күн және жел энергетикасы сарқылмайтын ресурстарға жатады. Экономикалық тиімділігі жағынан қарайтын болсақ, мұнай мен газ тиімді болатын болса, тас көмірдің тиімділігі аз екен. Ал атом энергетикасының тиімділігі өте жоғары. Сутектік энергетиканы алатын болсақ, бұнда бізде су түзіледі, алайда сутекті сақтау үшін бізге контейнерлер өте жоғары қысымды шыдауы тиіс, және оның жанар-жағармай бекетін де салу тиімсіз, экономикалық тиімсіз болып тұр. Күн және жел күн бізде тиімдірек, желдің тиімділігі төмендеу. Келесі, егер де біз олардың пайдасын, яғни жылу мөлшерін салыстыратын болсақ, энергия беретін тас көмірді мұнай мен газмен салыстырмалы түрде КПД-сы төмен болады екен. Мұнай мен газдікі жоғары, атом энергетикасы өте жоғары. Оған дәлел 1 килограмм 4%-тік уран, ол 2 вагон көмірдің беретін энергиясын береді. Немесе 1 вагон мұнайдың беретін энергиясына тең екен. Сутектік энергияны алатын болсақ, КПД-сы өте жоғары, себебі бұл жердегі сутек газ жанғанда өте жоғары энергия пайда болады. Күннің КПД-сы төмен, желдікі, бірақ бұлардың тиімділігі бұлар ұзақ уақыт бойы ешқандай тоқтаусыз жасай береді. Тасымалдауына келетін болсақ, тас көмірді тасымалдау қиын, оны өндіруде, тасымалдауда бір жаққа жеткізу, мұнай мен газды оңайырақ. Атом энергетикасында егерде біз уранның өте көп мөлшерде тасымалданбайтынын ескеретін болсақ, оны тасымалдау қатты қиынға түспейді. Сутектік бұл жерде тасымалдау қиын, өйткені біздің контейнерлеріміз, қайтадан жаңағы ыдыстарымыз жоғары қысымға сәйкес болуы тиіс. Күн және желде мұнда тасымалдау жоқ, яғни бұл өте тиімді. Сонымен қатар, газда одан басқа октан саны мұнайға салыстырмалы түрде бензиннен жоғары болады. Сондықтан да КПД-сы бензиннен жоғары. Егер де біз атом энергетикасын алатын болсақ, онда парниктік эффекті атом энергетикасында жоқ. Өйткені ондағы түзілген заттар ешқандай газ немесе басқа қосылыс түзбейді. Оның түзілуі өнімдері ураннан шыққан басқа да изотоптар, яғни ол әрі қарай да ядролық реакцияға түсіп, оны қолдануға болады. Яғни бұл жерде процесс циклды, яғни тоқтаусыз жүре береді. Ешқандай қалдықсыз. Басқа егерде мұнай, газ және көмірді салыстыратын болсақ, парниктік эффекті газда бар, мұнайда одан жоғары, тас көмірде өте жоғары екен. Өйткені бұндағы көмірқышқыл газының концентрациясы ең көп шығады. Сутекте бізде парниктік эффект бар,
азғантай. Өйткені бұл жерде су түзіледі, су бізде парниктік газға жатады, су буы. Сонымен қатар сутектік отынның тағы да бір кемшілігі бұл өте жарылғыш. Бұны қауіпті сақтауымыз қажет. Бір жақсы жағы су ғана түзіледі, басқа ешқандай қалдық жоқ. Бірақ оның бір кемшілігі су, білесіздер, қыста қатып қалады. Яғни сутектік отынды біз қыста айдай алмаймыз. Немесе суық жерлерде оны қолдану мүмкін емес. Тағы бір кемшілігі сутектік біз мотор дайындаған кезде қозғалтқыш. Ол әртүрлі улы металдардан жасалады екен. Соның бір кемшілігі. Күн энергетикасындағы бір кемшілік бастапқыда қаражат өте көп қажет етеді, және оны сақтау үшін өте мықты аккумуляторларға біз көп шығындалады екенбіз. Жел энергетикасының кемшілігі ол телесигналдарға кері әсерін береді, және ол өте тұрақсыз. Жел болған кезде ғана энергия шығарылады, жел тоқтап қалса энергия бізге берілмейді екен. Сонымен тағы да бір қызық айта кететін жай, біз Қазақстан мұнай, газ және тас көмір және атом энергетикасы жағынан өте жақсы ресурстарымыз бар. Атом энергетикасы жағынан уранның біз әлемдегі ең алғашқы орынды аламыз. Мұнай, газдан да ондыққа кіреміз. Тас көмірде бізде Қазақстанда 1,5% әлем бойынша түзіледі екен. Сонымен қатар тас көмір бойынша әлемдегі ең үлкен тас көмір өндірушілерінің бірі Германия. 2019 жылы барлық тас көмір шығаратын заводтарын тоқтатқан, жапқан шахталарын. Оның себебін сіздер өздеріңіз ойланып көріңіздер, қандай себеп Германияға тас көмірдің өндірісін тоқтатуына себеп болған екен. Сонымен қатар біз әртүрлі энергетика салаларын қарастырдық. Бұндағы тиімді және тиімсіз жақтарын салыстырдық. Басқа да сіздерде қызықта сұрақ болса, видеоның астына жазсаңыздар болады. Бүгінге біздің осы тақырыбымыз аяқталды. Сау болыңыздар.